Ұстаздар мен оқушылар. Бүгінгі біздің физика, информатика, математика пәндерінің 10 күндігінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Оқушылардың қызығушылығын арттыру барысында пән апталықтарының орны ерекше. Бұл апталықты өткізудегі мақсатымыз оқушыларды физика, математика, информатиканы тек қана сабақта ғана емес, өмірмен де байланыстыру екенін түсіндіру. Түрлі сайыстар мен іс-шаралар өткіземіз. Сол іс-шаралар арқылы сіздердің пәнге деген қызығушылықтарыңыз бен құрметтеріңізді ояту. Бүгінгі апталығымыздың ашылуының өзі бір мереке емес пе? Олай болса, қысқаша көрінісімізді тамашалаңыздар. Здравствуйте, господа! Сейчас я буду решать математику. 2 плюс 2 будет 22. Видели, я как решал? Эй, двоечник, 2 плюс 2 же это 4. Нет, 20. 2 плюс 2 будет 22. Ладно, по-твоему пусть будет. Продаю игрушки. Привет, Мэдди. Как дела? Нормально. Помнишь, когда ты решал примеры? 2 плюс 2 сколько будет, ты говорил? 2 плюс 2 будет 22. Ладно, вот тебе 2000 и 2000. Я забираю у тебя все. Ой, запутался. Ты же говорил 2 плюс 2 22. Нет, 2 плюс 2 будет 4. Нет, ты же говорил 22. Нет, 2 плюс 2 4. Оқушылар көрдіңдер ма? Мадинге математиканы жақсырақ білу үшін біз Еврика патшалығына саяхат жасайық. Еврика патшалығына саяхатымызды бастаймыз. Планеталар жөніндегі дерек жазылған электрондық кестеде экватордың диаметрі 50 000 километрден және массасы 4,24 килограммнан кем емес планеталарды іздеп тауып берсеңдер ғана осы жолдан жүріп өтесіңдер. Көріп тұрғандарда жолыңызда бөгет бар, иә? Ниятбек, шеше аласың ба? Нет, я еще это не проходил, ну, информатику не проходили. Кто из нас знает? Проходить? Алдымен біз жоғарыдағы құрал жабдықтар арасынан данныны басамыз. Кейін бізге данныны басу арқылы біз фильтр командасын басамыз. Кейін бізге диаметрі 50 000 километр үлкен болу үшін біз енді оны үлкен болды. Біз жазамыз еді. Осы планеталар 50 000 километр үлкен екен. Ал енді бізге массасын табу үшін оны 4 көбейтілген 1000 үлкен болды. Кейін 4-ке қоямыз. Осы мәселенің жауабы. Бұл планеталар диаметрі 50 000 километр, ал массасы 4 көбейтілген 1000 километр үлкен екен.
көрсете алсаң жол бер. Джек, ты же все знаешь физику еще? Нет, мы еще физику не проходили. Кто из нас знает физику? Мені кім таңғалдыратын болса, математика жолын ашып беремін. Достарымыздың арасынан кім таңғалдыра алады екен? Мен. Тебе сколько минут надо? 2 минуты. Все, начинаем. О, наконец-то пришли. Математика патшалығы. Еврика патшалығына сондай қиын жолмен жүріп өттік, иә? Көріп тұрғандай балалар, сендерге де сендердің арқаларында жеттік. Сендерге рахмет айтамыз. Мария Соловьевна, можно вопрос? А почему эти животные похожи на цифры? Потому что это Эврика, королевство Эврика. Все наши животные и все вокруг необычно и сказочно. А почему такие знаки есть? Шпаргалка, телефон. Потому что в наше королевство не против шпаргалки и телефона. Мы учимся честно. Сейчас. Шпаргалка жайында 8 жасының оқушысы Мақсат Мөлдірдің орындауында шпаргалканы қабыл алыңыздар.
Сәлем, достар. Біз қазір ақпанның 18-і мен 28 аралығында өтетін Эврика бірлестігінің 10 күндік жоспарымен таныстырамыз. 10 күндіктің мақсаты математика, физика, информатика сабақтарында және сабақтан тыс шараларда жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың нақты пәнге деген қызығушылығын арттыру. 19 ақпан күні 5-ші А сыныбында 10-дық бөлшекті натурал санға бөлу тақырыбында математика пәнінен ашық сабақ болады. Ашық сабақты Шонбай Ахат ағайларымыз өткізеді. Сол күні 9-ші Б сыныбында применение основных тригонометрических тождеств к преобразованию выражений деген тақырыпта ашық сабақ болады. Алгебра пәнінен. Ашық сабақты Төлепова Мария Шабаевна өткізеді. 20 ақпан күні 7-ші сыныптар арасында 10-2 деп аталған интеллектуалды ойын болады. Бұл ойынды физика апайларым Буданова Жанна Мұхтарова өткізеді. 21 ақпан күні 9-ші Б сыныбында тепловое излучение деп аталған ашық сабақ болады. Ашық сабақта физика пәнінің мұғалімі Буданова Жанна Мұхтарова өтеді. Ал сол күні 7-ші 9-ші сыныптар арасында математика ханшасы сайысы болады. Сайысты Манирова Фарида Матинина мен Шонбай Рахат ағайларына барады. Математика ханшасы болуына асығыңыздар. 22 ақпан күні 9-ші сыныпта математика пәнінің Кио олимпиадасын шешеді. Олимпиада 12:00-де басталады. 25 ақпан күні 5-11 сыныптар арасында математика пәнінен мектепшілік олимпиада болады. Олимпиаданы Манирова Фарида Матинина өткізеді. Ал 26 ақпан күні 8-ші А сыныбында электр тобының химиялық әсері Фарадей заңы тақырыбында физикадан ашық сабақ болады. Ашық сабақты Саниязова Тумара апайларымыз жүргізеді. 27 ақпан күні 7-8 сыныптар арасында физикалық сайыс болады. Ал сайысты физика апайларым Саниязова Тумара апай өткізеді. 28 ақпан күні апталықтың жабылу жиыны болады. Апталықта белсенді қатысқан барлық оқушылар осы жиында марапатталынады.
Путешествовать будете. Ортада сөз кезегін мектебіміздің директоры Искаков Қаден Ағашбайұлына беріледі. Міне енді ең қиын да, қызықты да негізгі пәндердің, жаратылыстану пәндерінің, математика, физика, информатика пәндерінің 10 күндік өтейін деп жатыр. Бастамасы жақсы, көріп отырсыңдар, өте көңілді басталып жатыр. Белсенді қатысып жатсыңдар. Енді осындай жаңағы 10 күннің ішінде өздерінің осы кезге шейін жіберіп алған ақтаңдақ беттерін болса, игере алмай қалған білімдерің болып жатса, осылардың барлығын осы 10 күннің ішінде толықтыруға және осы 10 күндікке шын көңілдеріңмен, бар ықыластарыңмен тамаша араласып, белсенді араласып, жақсы білім алып шығуларыңызға, білімнің жақсы өздерінің білімдерінің ең жақсы көрсеткіштерін көрсете алуларына шын жүректен тілектеспін. Ұстаздар шығармашылықтарыңыз таси берсін, оқушылар белсенді қатысып, өздеріңіздің білімдеріңіздің ең жақсы шыңдарын көрсетулеріне шын жүректен тілектеспін. Барлығына рахмет айтамын.